Мен Батар Нұрайым, 6-ды сынып оқушысы. Күзгі демалысымда мына қанатты сөз қазына кітабын оқып жатырмын. Осы кітапта көптеген шығармалар бар. Осының біреуін оқыған бір шығармамды сіздерге айтып берейін. Арыстан бабқа түне, Қожа Ахметтен тіле. Ақыреттің алдында Мұхаммед пайғамбарымыз барлық туыстарын, достарын, халықты, яғни айтқанда халықты жинап алып бір нәрсе айтады. Ол нәрсе: мен кейінгі ұрпағыма беретін бір аманатым бар. Және осы өмірмен, сіздермен қоштасқалы жатырмын. Сол аманатымды кім береді дейді. Сол кезде бәрі аң-таң болады. Дені сау, қай жерге кетейін деп жатыр дейді. Сол кезде Арыстан баб орнынан тұрып, екі қолын көкірегіне қойып, мен әзірмін дейді. Мұхаммед пайғамбар мен қазір ақылдасып келейін деп кетіп қалады. Жоқ болып кетеді. Сөйтіп, біраз уақыттан кейін келеді де, Алла тағаламен ақылдасып келген сияқты. Сол Мұхаммед пайғамбар: жарайды, міне, болашақта Ахмет деген бір бала туылады. Соған мына аманатымды беріңіз деп, қалтасынан бір түйір құрманы шығарады. Сөйтіп, Арыстан бабқа береді. Арыстан баб оны алып, ұртына салып алып, Мұхаммед пайғамбарға сауал айтады. Мен оны қайдан табамын, қалай іздеймін, қалай табамын дейді. Сол кезде Мұхаммед пайғамбар: оны іздеп әуре болма, ол өзі-ақ келіп, сенен аманатын сұрап алады дейді. Ғажап болғанда, Мұхаммед пайғамбарымыздың айтқаны дәл келді. Арыстан баб келе жатқан кезде 11 жасар бала алдынан шығып: ақсақал, менің аманатымды беріңіз деп аманатын сұрайды. Сол кезде Арыстан баб атын сұрамастан аузыңды аш дейді. Ахмет аузын ашады. Сол кезде Арыстан бабтың ұртындағы құрма ол Ахметтің аузына зып етіп түсе қалады. Ахмет бұрылып кетіп бара жатады. Сол кезде Арыстан баб айқайлап: сен не деген көргенсізсің? Сенің рахметің қайда маған деген дейді. Сол кезде Ахмет бұрылып: сізге несіне рахмет айтамын? Мына құрманың шырынын ішіп алып, сіз енді маған тек қана сүйегін беріп тұрсыз ғой. Жарайды, сізге барып түнесін, маған келіп тілесін дейді. Солай жол жүріп кете береді. Осыдан енді Түркістанға келген, сапар шегіп келген адамдардың бәрі бірінші Арыстан бабқа барып түнеп, Құран оқытып, одан кейін ғана, содан соң Ахмет Яссауидің кесесіне барып тілек тілеген дейді. Мен осы челленджді өзімнің сыныптасым Нүсіп Гүлімге жолдаймын.